сәлем достар, сіздермен бірге мен бәкім. Біз істеп жүрміз. Нормально алда. Достар, видеостан өткен арнаны ұсынамын. Оларына қазір атын айтатын боламын. Жоқ беден болмақ. Төрт бұрышта қылып істеймін. Менің көп видеом төрт бұрышта емес қазір. Мынандай болып тұрмайды. Достар, менің мына осы затты біреу білсе, біреу білмейді. Менің осы видеомда Клайв деген арна. Мен оғанда лайк басып келдім. Біз топ тегі лайфында лайк бас кетіңдер. Жалпы заттар жақсы, бірақ өзім көрмедім. Сындай қыз. Ал біз қазір ютубқа стартағыда мен Алмас Уәлиев деген арнаны ұсынамын. Аты Алмас, фамилиясы Уәлиев. Ол да запрошкада заттар қарайды міне. Стап қарасаңыздар бабақтық соларды кездестірген. Снежный монстр, төбелестік анау мынау. Жалпы қарайтын болсақ, қазақтар запрошкада көрді. Біздің істеуіміз. Осы мына видеолар қызық. Достар, көп тоқшақлы шышы. Сендей президентті камера қарасын. Оның қазір суретін көрсетіп, бірақ емес көлеңкесін көрсетеді. Міне. Кеске тұсталып кеткен бар. Бұл видеода камера сұрақты түсіп алды. Стап қараңдар. Достар, барлықтарына сәлем. Бізде жансыларымыз короче, там керек емес. Запрошка неге десеңдерші, бұл жер проклятый. Осы жерде болды. Короче, проклятый картина. Осы өлген кісінің душасы осы жерде. 5000 лайк. Нұлан қаламын істеп жинақта. Сәлем достар, сендермен Алмас Уәлиев. Достар, бүгін біз запрошкаға барамыз қазір. Достар. Авторский права білмеймін мұны. Бұл запрошка Өскемен қаласында. Қорқып тұрмын өйткені Полшамен Аппастың запрошка болатын деп тұр. Аппаста болғанда онда айтулар бойынша біреулер бар. Достар, 8 март, яғни қыздар әйелдер мерекесі жақындап келе жатыр. Осы кезде біз анамызды, қарындасымызды немесе қыздарымызды қуанту керекпіз. Ол үшін бізге ақша керек, ал ақшаны сендер iTunes сайттан ала аласыңдар. Алмас деген промокодты жазып 500 теңге салсаңдар, сендерге 45 000 теңге береді достар. Оп-оңай ақша сілтемесі төменде болады. Алмас деген промокодты ұмытпа, және 500 теңге сал, 45 000 теңге қалтаңа түседі.
заброшка. Енді, короче, достар, осы заброшкада бір-екі ай бұрын біреуді өлтірген болатын. Солай айтады адамдар. Біз қазір соған кіретінбіз. Давайте контент үшін біз үшін лайк басыңдар кетеді. Достар, осындай бір кішкентай қызды өлтірген, сосын тағы да бір сондай немелер болған. Маньяктар жүрді, андай призрак деген секілді. Біз соны тексеруге келдік, Бақытжан екеуміз келдік. Опа. Не, короче, достар, заброшка осы. Білмейміз, бұнда не бар. Может, маньяк бар, может, біреу бар. Бірінші рет кіріп тұрмыз біз. Еще бұнда даже сеть ұстамайды екен, телефонда бірсе. Бұл жерде даже сеть ұстамайды. Еще біз ештеңке алған жоқпыз тамағындай қорғаннан. Қап-қара комната тұр, мұнда кірсем қазір біреу атып тұратын секілді маған. Жоқ, ешкім. Қасқарда біреу атып тұратын секілді. Қап-қара ғой мынау. Достар, біз мынандай бір подвал секілді бар екен мұнда. Оған түсіп көруге болады деп ойлаймын. Потом істесеңдер лайк, комментарий, поддержка болса біз түсеміз. Если ешқандай актив болмаса біз түсірмейміз. Міне достар, біз екінші этажға шығып баратырмыз. Екінші этаж жер ау? Конкретно бұл жерде біреу бар, ит жейді, қарға жейді. Енді скоро біз жейді шығар. Не, біз жүрміз екінші этажда қазір енді үшті көрсетеміз сендерге. Ё-моё. Мынаны қараңдар. Үшінші этажға походу шыға алмаймыз. Қараңдар. Шығуға болады, бірақ та ол рискованный слишком. Достар, үшінші этажға бізде осындай кішкене қиындық болып тұр шығатын. Өйткені алып тастапты ондайдың бәрін. Өзім уверен емеспін. Ну, шықтың енді қалай түсесің қазір? Түссе, анда тоже нәрселер бар екен. Шыққан оңай, бірақ түскен қиын секілді. Мына жерден тайғанап құласаң қазір. Цементке қадаласың. Если қараңдар, үшінші этажды көргілерің келсе, ссылкадан описаниеда мен видеома кіресіңдер, сонда үшінші этажда қызықты көресіңдер. Давайте, достар, ссылкасын астына қалдырып кетемін, сіздер подписка жасаңдар, сол кезде үшінші этажды көресіңдер. И үшінші этажда біреу бар ғой, қызықтар бар екен онда. Қазір көресіңдер, сол үшін. Давайте, мен видеоны көрсеңдер, сосын ссылкасы астында болады. Короче, достар, біз ойлап отырмыз, если лайк көп, поддержка көп болса, біз осы заброшкаға келіп подвалға түсеміз. Еще ритуал жасаймыз. Ну, ритуал болғанда, короче, бірдеңкеге шақырамыз андай духтарды. Қазір барайық подвалға. Қазір барып көрейік подвалға. Мен достар, короче, Бақытжан кетті астына. Қазір мен өтсем. Ал, сендер үшін, достар, контент үшін біз осы жерден түстік. Мынаны қараңдар, қандай жер? Осы жерден түстік. И қазір біз может шыға алмай қалуымыз мүмкін. Если шыға алмасақ. Если бұл записьті көріп отырсыңдар, то біз тірі қалдық. Ух, шешка. Походу, добрый жатыр дейік. Бақытжанда бомбочка бар екен, соны жарып көрмекші. Спанч не деген. Қазір, короче, жарамыз. Сол.
дұрыстап тыңдаңдар, естілік сол кезде. Құдай қарыз, біз баланың дауыс естідік. Жылаған баланың дауыс естідік. Тұра ма? Дұрыстап қалаңдар, сол кезде естілік. Бағырадар, бұл спорт залынан үлкен бірдеңке ғой. Бізде ешкім жүрмес. Айтады екен. Тағы бір полиция бітеміз. Бағырадар, достар. Вообще, контент бой деп тұр. Бізге бағана бірінші подвал қараңғы секілді көрінген, но біз екінші подвалды көрген кезде, бағырадар, мұнда вообще тас қараңғы ғой. Подвал қап-қараңғы, достар. Бұл екінші подвал. Мен уже қолдарым немете бастады. Күші кете бастады. Қатқалды келді. Сондай қатты қараңғы емес екен. Қараңғы емес па? Қатты қараңғы емес. Ар жақта көп екен, қаршы. Кіретін жерлер. Аңғыршан ар жақта. Вообще бастырынан басты. Түсе берсең жүре бер деген. Фонарик жақтың ғой? Иә. Емен қозғалғанда өз көлеңкем қозғалды. Өз көлеңкемнен қорқып кеттім. Мен өз көлеңкемізден қорқып қойшымыз. Жоқ, ана жер негізі қорқынышты. Не, қап-қара қазір. Фонарик бар ма? Телефонды бар. Давай сонымен қосылсашы. Менікі мощности аз болып. Сол мен айфондар білесіз, суықтар өш қалады десе. Кімде айфон бар, сол түсінеді, суықтар өш қалады. Бә, пайде. Мен өз көлеңкемді қорқып қош кеттім. Просто өз бірдеңке қозғалған секілді болып кеттім. Давай. Просто қарашы. Көлеңкеміз әне қозғалған жер. Ағаш алаш. Давай, бә, ағаш. Жоқ, ағаш. Мұнда біреу бар ма? Бар болсаңдар бірдеңке қозғалтыңдар. Бір, екі, үш. Иә, достар, сендерге осындай қызықты контент керек болса, ондай ше. Айтты ғой, ішінен 5 секунд қасалады. Бір, екі, үш. Менде лайк баспай жүрсің. Сен күтуді ұмытпа. Бір, екі, үш. Осында тұратын адамдардың айтуы бойынша, баяғыда 1-2 ай бұрын осында бір қызды өлтірген болатын. Егер де сендер осы видеоны бірдеңке болғатыр, екінші тұрды. Бірдеңке болғатыр, екінші тұрды. Шақтар ма бірдеңкелер? Бөліп жүрген? Екінші тұрды бірдеңке болғатыр. Короче, достар, біреу жүрген секілді. Мына жақта. Бізге естіледі үстіне. Но біз қалай үстіне шығып кеткенін білмейміз. Біз подвалда ана немене ғана шықтық ғой, походу. Үстіне. Ана жақта. Бізге кәдімгі шақтар естіледі ананың үстінен. Естілетін жер ме камераға? Камераға.
Десе қатты көйтіп соны бізге маған не тілді айту лично өзім маған да көбірек бізге стекло бүйтіп басқа не. Созрели для фруктов. С Агушей продолжать перекор. Легко. Жауап бер. No деп жауап берсек бола ма? Екінші жауапты берейікші. Оу дейді. Хо-хо-хо. Мен түсіндім дейді. Онда жақсы. İşte осымен видео аяқталды. Қош сау болыңыздар. Даусын қатты шығарыңдар.